Стартер Nissan Maxima AOTEK. Кузов отредства. Қазір осыны ашып, тексеріп көреміз. Мысалы, машина тұрған кезінде кілтті қосасың, машина стартер қосылмайды ғой. Кішкене былай стук берген кезінде оталып кететін болса, неден екенін тексеріп көреміз. Меніңше мына жерінде щетка болады. Сол щетка біткеннен деп ойлаймын. Қазір осыны бірге ашып көреміз. Оны бірден бұрап ашуға болмайды. Мына жерінде отверткамен и 8-ші болт болады. Соны қатып тұрған, бірінші кезде қатып тұрады, соны былай ұрып, кішкене ұрып, ішінде резбаларын босату керек. Бізде мынау бос дайын тұр. Енді мына жерде 12-ші гайка болады. 12-ні босатамыз. Оны толық ашудың керек емес. Бұлайынан ашамыз да, и мына осылайынан ашылады. Бұл просто крышка. И басында не жерде стопорный кольцоны қалай дейді. Осыны шығарып аламыз. Одан кейін мына щетка дайын тұр. Шығарсақ болды. Мына осылайынан шығады. Мына жерде көріп тұрсаңдар, 4 жанында 4 щеткасы азайып қалған. Сол азайып қалған щетка мына жерге тимейді да, содан кейін балғамен ұрған кезінде кішкене контакты болып оталатын осыдан. Мені щетканың бері беті осылай көрінеді, келесі беті осылай көрінеді. Енді оның астында бір бөлігі үстіп шығады. Бұны жақсылап қарайтын болсақ, жанында желініп кеткен ба, желінбеген ба, соны қарап шығамыз. Жұмысқа, келесі ремонтқа жарай ма, жарамай ма. Мекінде мына жерінде көрді ма? Мына бір полосасы андай болып кеткен. Күйіп кеткен ба, ыдырап кеткен сияқты көрінеді. Бұны лучше жөндегенше ауыстыра салған дұрыс сияқты. Стартерді полный. Мына жерінде де мынандай болып тұрған. Мен бұл жаңа стартер салып тастадым. Жаңа болғанда божне ғой, жақсысын. Менде осы стартер тұрған кезінде аккумуляторым жиі заряды өліп қалады. Бір 3 күн, 4 күн тұрса, машинам заряды өліп, оталмай қалады. Міне осындайлардан болу керек деп ойлаймын. Енді білетін адам болса, комментарий жазып кетсін. Мына ішін ашып шашқаннан кейін осылай шашу керек сияқты. Енді бұл маған керек те жоқ, сол үшін әйтеуір шашып отырмын. Қиын ештеңе жоқ, мынандай 3 шестерна болады. Одан кейін мынау тұрады бетінде. Осылайынан болады. Бетінде крышкасы ашылады. Былай тұрады екен ғой. Жаңа әшейін сала сағым, қайтып басынан көрсету үшін. Одан кейін мынандай 3 шестерна тұрады.
Так, бұл енді мынаны ашқан кезде қалғаны шығады. Бұлайынан биндекс беді қандай еді? Так, одан кейін резинка болады қандай? И мынау. Бұлайынан шығады. Одан кейін сыртқы корпус осылайынан болады. Мына жалпы көрініс осылай болады. Осылайын тұрады, мына ішіне кіреді. Одан кейін мынаған махабик наған келіп тиіп тұрады ғой. Мына жерде тұрады. Бұлайынан кілтті қосқан кезінде мынау нені бұлай тартып қалады да. Тартып қалған кезде мынау арқылы мынау махабикке қарап ұрады. Махабикке ұрып, махабикті айналдырып, машинаны оталдыратын осылай. Стартерді бөліп көрсеткен кезінде осылайынан көрінеді. Бұл ақпарат үшін түсіріліп жатқан видео. Кімге керек болатын болса, осылайынан көрсе болады. Видео ұнаған болса лайк басып кетіңдер. Бұл Nissan Maxima, Nissan Zephyr A32.